Баршаңызға қайырлы күн. Менің есімім Бақыт. Каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін мынадай 0, яғни жаңа туған баламен 12 ай, яғни 1 жасқа 1 жас аралығындағы балаларға арналған пинетке тоқып үйренетін боламыз. Мен қазір бір парын, яғни бір жұбын тоқып қойдым. Қазір сіздермен бірге екінші парын тоқитын боламыз. Неке осылай қайырып қойса да болады, манжетқа, болмаса осылай ұзынғыта кесе болады. Енді бізге пинеткеге қандай заттар қажет? Бірінші соған тоқталып алайық. Маған міндетті түрде жіп керек. Одан кейін 3 нөмірлі спицы керек. Және міндетті түрде сантиметрлі метр керек болады. Қайшы. Одан кейін маркер керек. Енді маркер міндетті емес. Болмаса түрлі түсті жіппен істесеңіз де болады. Егер шатаспаймын десеңіз, тіпті маркердің де қажеті жоқ. Және ине керек болады. Осындай жіпті тігуге арналған. Олай болса, бастайық. Мен қазір бұл пинетке бізде 6 ай мен 12 ай аралығындағы балаларға тоқылған. Мен қазір өзім 6 ай мен 12 ай аралығындағы жасқа тоқимын, және сіздерге 0 мен 6 ай аралығын айтып отыратын боламын. Олай болса бастаймыз. Бірінші спицемізді алып, спицеға қажетті жіпті өткізіп аламыз. Петляны бізге 6-9 ай болса, 6-9 айға 30 петля іліп аласыз. Ал егер сіз 0-6 ай болса, онда 28 петля ілесіз. Маған 6-9 ай, сондықтан мен 30 петля іліп аламын. Араларыңызда жаңадан тоқып бастаған новичоктар болса, онда бірінші қолымыздың арасына жібімізді іліп, ортасынан спицемізді шығарып аламыз да. 2, 3, 4. Тағы да айта кететін жайт, қыздар қатты тартпай, бос қып тоқимыз. Өйткені баланың аяғы бала бірінші мына жағынан келеді ғой. Сондықтан қатты тартып қысуы мүмкін. Бос тоқығандарыңыз дұрыс. Мына жерде мінекей 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30. Санап алайық. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31 артық болды менде. Енді спицеміздің екінші жағын алып, бірінші қадап бастаймыз. Неке бірінші петляны ештеңесіз тоқымаймыз, тек қана іліп аламыз, өткізіп аламыз. Енді екінші петляны теріс тоқимыз. Неке теріс тоқимыз, қатты тартпаймыз, бос. Үшіншісін оң, төртіншісін теріс. Бір оң, бір теріс, бір оң, бір теріс. Неке теріс, оң, теріс, оң, теріс, оң, теріс, оң. Дәл осылай. Дәл осылай қатардың соңына дейін тоқып шығыңыздар. Қатардың соңында кездесейік. Мінекей соңғысы
қатарымыздың соңғы петлясы біз теріс тоқимыз. Әрдайым қатардың соңғы петлясын теріс тоқып отырамыз. Аударамыз. Келесі үшінші қатар бізде бірінші петляны іліп аламыз, ешқандай тоқымаймыз. Бірінші петля тек іліп алынады. Екінші петля бізде теріс тұр. Сондықтан теріс тоқимыз. Қатты боста болып кетпесін, қыздар. Бір қалыпты басын қалай бастадыңыз, солай аяқтаймыз сол қалыппен. Бір тартып, бір бос болып кетпесін. Үшінші қатарымыз аяқталды. Соңғы петляны теріс тоқимыз міндетті түрде. Келесі төртінші қатар. Бастаған кезде бірінші петляны іліп аламыз. Екінші петля бізде терістен басталады. Яғни бірінші петля бізде, қараңыздар, бірінші петляны біз былай тоққан кезде мына жақтан теріс болғандықтан аударған кезде оң болып есептеледі. Екінші петля мінекей, мына жақтан екінші петлямызды біз теріске тоқыдық. Екінші жағынан қарағанда ол оң болып есептеледі. Дәл осылай өзіңізге қажетті ұзындықта тоқып алыңыз. Маған 30 қатар керек. Қазір сіздерге сантиметрмен өлшеп көрсетейін. Мынау менде 30 қатар тоқылды. Бұл неше сантиметр мінекей? 12 сантиметр. 12 сантиметр. 12 сантиметр, яғни 12 сантиметр тоқып алуым керек. Сізге өзіңізге қандай көлемде, сондай көлемде тоқып алыңыз. Біреулерге мәселен мынандай жартысы ғана болуы мүмкін, қатты ұзын қылмай, жартысынан. Ол уақытта 20 қатар, 16 қатардан істесеңіз де әдемі көрінеді. Мен мынандай манжет қылып, қайырып кию үшін, кішкентай бала болғандықтан кейде қайырып киеміз, кейде ұзын қылып, тізесіне дейін жеткізіп. Сондықтан осылай тоқтым. Әркім өз еркімен, самостоятельно дейді ғой, өз еркілеріңізбен 30 қатар тоқимыз. Мінекей 30 қатар тоқыдық. Енді пинеткеміздің алдыңғы жағын тоқып аламыз. Бұл жерді санасақ, мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 дорожка тұр, 9 қатар тұр. Теріс тоқылған 9 қатар тұр. Сол 9 қатар тоқимыз. Ол үшін бірінші бізде мынау тоқылған дүниеміздің қай жағы оң, қай жағы теріс екенін анықтап алуымыз керек. Ол үшін мінекей оң жағы мынау. Мен өзіме оң жағын осылай алдым. Осы жағын. Мінекей сол жағында тұрады. Неге өйткені пинеткемізді кейбір мамалар бар, осылай ұзын қып кигізетін, аяғы жылы жүрсін деп. Сол кезде мынау оң жағы, жіптің оң жағы әдемі көрінеді осылай. Ал кейде манжет қылып былай қайырады. Ол кезде де мен ойлаймын, меніңше жаман ештеңесі көрініп тұрған жоқ, теріс болып. Сондықтан былайда әдемірек болады. Сөйтіп мен мына жағын оң ретінде алдым. Енді біздің петляларымыз 30, сол 30-ды 3-ке бөлеміз. 10, мінекей. Алдыңғы жағы, шеті оң, ортасы оң, келесі сол жағы оң. Солай 3-ке бөліп аламыз. Егер сіз 0 және 6 айға тоқитын болсаңыз, сізде 28 ой, 28-ді 3-ке бөлесіз. Түсінікті ғой? Ал олай болса бастаймыз. Бірінші жібімізді, бірінші петлямызды іліп аламыз. Тоқымаймыз.
келесі тері, келесі енді бізде теріс тұр. Бірақ біз мінекей кішкене өзгеріп мынадай ойық болып, әдемі болып әдемі болып сыртқа көріну үшін бұл жерде біз барлығын оң тоқып аламыз. Біреу, үшеу болды, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Бізде өзіңізде маркер болса, маркермен болмаса басқа түстегі жіппен бұлай белгілеп қойсаңыз болады. Мынау біздің оң қатарымыз екенін, оң жақ екенін, оң жағы болатыны. 2, 4, 6, 8, 10 тоқыдық. Келесі енді мынау ортасына көшеміз. Бұл да 10 бізде. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9. Санаймыз мына жақтан 2, 4, 6, 8, 10. Біреу артық отыр. Соңғы мына жерден санағанда 9 тұр бізде 9. Соңғы 10-шыны біз теріс тоқимыз. Енді тоқыған нәрсеміз кері қарай бұрып аламыз. Айналдырып бұрып алдық. Енді жаңағы тоқыған жіпімізді, петлямызды қайтадан ілеміз. Бұл кезде ешқандай тоқымаймыз, тек қана іліп алдық. Келесі платочное вязание дейді ғой. Солай тоқитын боламыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Келесі мінекей 10-шы санаймыз. Мына жақта 10 қалу керек. 2, 4, 6, 8, 10. Біреу артық мінекей. Соңғы жібімізді теріс тоқимыз. Тағы да айналдырып аламыз. Жібімізді туралап аламыз. Келесі бірінші петляны іліп аламыз. Екінші петля тағы да платочный вязаниемен. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-шыны теріс тоқимыз. Дәл осылай, дәл осы әрекетті қайталай береміз. Неге бірінші петляны ілдік, екінші петляны платочный вязаниемен 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Соңғысы 10-шысын теріс тоқимыз. Дәл осылай бізде мына жерде 9 дорожка, қатар дейікші. 9 қатар, міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 қатар тоқылғанша осылай бос қатты тартпаңыздар, бос тоқып шығамыз. Егер сіз 0-6 ай болса, 9 тылдан қалады сізде мына жағыңызда. Менде 10 болса, сізде 9-дан қалады. Келесі мінеке қараймыз. Неше дорожка болды? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, мынау 9-шы дорожка. 9-шы дорожкамызды тоқыдық, Енді мына кішкене ғана кесіп аламыз. Қайтыстаймыз қайшымен. Неке, алдыңғы мынау 9 дорожкамызды тоқыдық. Енді мына шетін бастаймыз. Шетін бастау үшін бізге мына оң жағы жіпімізден. Неке, мына жерде бізде мынандай 2 қатарлы петлялар бар, Соның алдында мына жер бізде өңірейіп тесік болып қалмас үшін тағы да бір петлямызды мынау екі ортадан
қосып өткізіп аламыз. Міне мына тұстан тағы да бір жіпімізді өткізіп бастаймыз. Біреу, келесі мына екі жіптің арасынан өткіземіз. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз. Тоғыз жіп, 9 петля өткізіп алдық. Келесі бізде енді міне 9 петля, ортада тағы да бір 2 жіп қалды, я. Бұл жіпке тиіспейміз. Келесі өзіміздің жіпімізді өткізе береміз. Мінекей, ортаңғы. Яғни ортадағы мына жерге келдік қой. Ортадағы 10 петля еді ғой, соның біріншісін бастаймыз. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10 өткізіп алдық. Енді мынаны былай жіберейік та. Келесі бізде екінші шеті, я? Мынау екінші шеті. Мынау сияқты мынаның екінші шетіне келдік. Бұл жерде де жіппен тағы алатын боламыз. Мінекей, бірінші петля спицада тұр. Одан кейінгі екінші петляға тиіспейміз. Мінекей, үшінші петлядан бастап тағы да жіпімізді өткізіп алатын боламыз. Астынан біреу, мінекей, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, соңғысы мінекей, екі жіптің арасынан тоғыз, үшеу, алтау, тоғыз өткізіп алдық. Келесі мына жіпімізді оңғып тоқи береміз. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз. Соңғы петляны, неке соңғы петлямызды теріс тоқимыз. Өткізіп алдық. Енді қарасаңыздар, неке оң жағы, мынау оң жағы. Енді біз мына жерге келдік. Мына жерге келіп бітірдік. Енді қарасаңыздар, бір дорожка, екі дорожка, үш дорожка, төрт дорожка, шетінде. Бұл қандай размер болса да, осындай 4 дорожка тоқисыз. Егер үлкендерге болса да, болмаса жаңағы 0,6 айлық болса да, осы 4 дорожканы ұмытпай міндетті түрде тоқитын боламыз. 1, 2, 3, 4. Мінекей, біз мына тұстарды аяқтап бітірдік. Енді 2, мінекей, жан жағындағы 4 дорожкаға келдік. Оны да платочный вязаниемен тоқитын боламыз. Қазір менде жіптің теріс жағы. Бірінші жіпімізді іліп аламыз петлямызды. Келесі бізде платочный вязание. Бір қалыпты тоқимыз. Осылай оңымен бір қалыпты тоқып шығамыз. Қазір мен ішкі жағында, яғни теріс жағында жүрмін. Неге? Ортаңғы 10 петляны тоқып жатырмын. Ешқандай өзгеріссіз, тек қана осылай оң түрде
4 дорожка шыққанша тоқи беретін боламыз. Мынау бізде қатты шығып кетті. Мына жағынан жіптің ұшынан тарта саламыз. Соңғы петляны теріс тоқуды ұмытпаймыз. Келесі енді бізде оң жағы пинеткеміздің бірінші петляған іліп аламыз, екінші петляны оң. Дәл осы қимылмен, осы әдіспен 4 дорожка шыққанша тоқи береміз. Ал бізде бірінші дорожкамыз шықты. Яғни бір дорожкаға 2 қатар тоқысақ, 4 дорожкаға 8 қатар тоқып шығамыз. Өз беттеріңізше 8 қатар тоқып шығыңыздар. Мінекей 4 дорожкамызды тоқыдық. 4 дорожкамызды тоқыдық. Осылай шықты. Мінекей 4 дорожка бізде де осылай, дәл осылай 4 дорожка шықты. Келесі бізде енді мынау табаны қалды. Мына жерде 10 петля болды, одан кейін 9 петля алып қостық, сонда 19 петля ғой. Бізде мына шетінде оң жағында 19 петля, сол жағында 19 петля, ортада 10 петля. Дәл солай бөліп аламыз. Неке 19 петля, ортада 10 петля. Дәл солай бөліп аламыз. Енді мына шетін қазір тоқып аламыз. Санаймыз. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 19 петля шықты. Келесі 10 петлямыз. Неге 19 петля шықты мына жерден. Мына маркеріңізді алып бөліп қойсаңыз да болады, белгілеп. Егер шатаспаймын десеңіз, онда ешқандай маркер керек жоқ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мына жерде біреумен 10 болады. Мына жақтан алайық. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Біз 10-шымызды 19-дың қасына қоямыз да. Яғни 19-шы петлямен мына жақтағы 10-шы соңғы петляны екеуін бірге осылай өткізіп аламыз. Екеуін қосып тоқимыз. Енді тоқымамызды кері бұрамыз. Ішінен, яғни теріс жағынан. Бірінші петляны іліп аламыз. Жаңа теріс тоқыдық, енді соны іліп алдық. Келесі петляны тоқимыз. 2, 10 тоқи береміз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Неге санаймыз. 2, 4, 6, 8, 9 болды. Келесі мына жақты санаймыз. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 болып тұр. Және мынаның бір петлясы 10-ның бір петлясыз тұр. Яғни жаңағындай. Бірақ бұл жердегі өзгешелік біз бағана оң жағында теріс тоқыдық, енді теріс жағында керісінше оң тоқимыз. 2 петлямызды бірге тоқимыз. Оң тоқимыз. Енді тағы да бұрып аламыз тоқымамызды.
жібіміз осылай тұр. Енді жіпті бірінші петляны тоқымай іліп алдық. Жіпті жұмыс жібін айналдырып, бірінші петляны іліп алғаннан кейін айналдырып, оң жаққа қарай ығыстырамыз. Енді тағы да екеу тоқи береміз. Үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз. Келесі 10-шы мінеке ақырын дөмпей өзі көрініп тұр. 10-шы петляңызбен мына жақтағы 19-дан біреуін іліп алдық. 18 қалды. 18-ші петляны енді тағы да жібімізді бері теріс қып өткізіп, мінеке 2 петляны қосып теріс тоқимыз. Тағы да тоқымамызды бұрып аламыз. Жұмыс жібін ары өткізіп аламыз. Енді біз теріс жағында жүрміз. Теріс жағынан қарасаңыз, мінеке бағана қалған жіптеріңіз, мінеке косынкасы теріс жағында қалады, осылай тоқылғаны. Бірінші петлямызды іліп алдық. Келесі жұмыс жібімен біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жеті, сегіз, тоғыз. Енді бізде дәл жаңағы әрекетті қайталаймыз. Яғни мына жақта 18 қалды. 18-ші петлямен жердегі 10-ші петляны бірге бұл жақта оң тоқимыз. Яғни ішінде теріс болып тұрса оң тоқисыз, сыртында оң болып тұрса теріс тоқисыз. Аударып аламыз. Бірінші петляны ілеміз. Жұмыс жібін оңға қарай өткізіп аламыз. Келесі тағы да тоқи береміз осылай. Үшеу, төртеу, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Міне, жұмыс жібін өткізіп алдым бері қарай теріс. Теріс тоқимыз. Дәл осылай мынау спицеміздің астында, яғни төменгі жағында 4 петля қалғанша, оң жағынан 4 петля, сол жағынан 4 петля қалғанша дәл осылай қысқартып тоқып шығыңыздар. Мінекей, екі жағында 4 петлядан қалды. Мына жағында 4, оң жағында 4, сол жағында 4. Енді біз былай істейміз. Тоқыған нәрсемізді осылай бұрып алайық. Қазір менде мінекей, мына жағында 4 петля қалды. Енді мен былай істеймін. Тоқыған дүниемді теріс қаратып тоқып аламын. Келесі жағын аударып аламын. Өйткені мына жақта екеуін іліп алып кеттім. Келесі мінекей, қараңыздар, мына жағында да 4 петля қалды. Мына бізде ортада 10 петля бар, 10 петляның екеуін аламыз да. Мына жақтағы 4 петляның біреуін, яғни 3 петляны бірге тоқитын боламыз. Оң жағы болса теріс, сол жағы болса оң. Осылай тоқыдық қой. Енді бұны былай теріс аудармайсыздар. Қараңыздар. Келесі бізде ортада неше петля қалды? 2, 4, 6, 8, 9 петля қалды. Келесі тағы да мына бір петлямызды, тағы да бір петлямыз, сонда 2 петлямызды мына жақтағы жіп келіп аламыз. Келіп алдық. Дәл жаңағы әдісті қайтадан қайталаймыз. Ортадағы петлядан 2, шеткі петлядан 1, тағы да теріс. Оң жағын болғандықтан мінекей тағы да теріс тоқып аламыз. Мінекей тоқып алдық. Мына жақта бізде 2 петля қалды. Біздің мына сол қолымыздағы спицемізда петля біткенше дәл осы әдісті қайталаймыз. Мінекей, келесі тағы да
жібімізді теріске, жұмыс жібін теріс жағына қарай шығарып аламыз. Соңғы үшеуін бірге тоқимыз. Сонда менде спицада ортада 6 петля қалды, иә? Келесі дәл осылай, мінекей, мына жағынан қаратып аламыз. Түпімізді. Біреу, екеу, үшеу, мінекей. Қараңыздар, енді соңғысын былай тоқимыз. Мына жақта спицемізде 4 петля тұр. Мына 10 петляның қалған 6 петлясы қалды. Яғни бұл 6 петляның екеуін 4 петляның қасына сол жақтағы спицемізге өткізіп аламыз. Жібіміз теріс болғандықтан, біздің тоқып жатқан пинеткеміздің іші болғандықтан, жіпті оң жағына өткізіп аламыз. Оң жағында тұрады. Енді спицемізді өткізіп, мінекей 3 петляны бірге оң қып тоқып аламыз. Бұл кетті. Келесі қайтадан тоқылған петлямызды өткіземіз. Оның қасына тағы да бір петляны өткіземіз. Оң жақтағы. Енді үшеуін дәл жаңағы әдіспен тек оң тоқып өткізіп аламыз. Сонда бізде спицемізде 4 петля қалды. Мына жақта 2 петля қалды. Дәл жаңағы әдісті қайтадан пайдаланамыз. 2 петля өткізіп алдық. 3 бірге тоқимыз. Сонда бізде мына жерде 2 петля, мына жақта біреу. Спицемізге тағы да 2 петляны іліп аламыз. Үшеуін бірге тоқимыз. Үшеу өтті, енді бізде 2 петля қалды. Енді жібімізді бағындағындай қысқа емес, ұзын, шамамен 30 сантиметр, 35 сантиметр, 30 сантиметр жетеді. 30 сантиметрдей алып кесіп аламыз мінекей қайшымен. Енді оны мына бірінші петлядан өткіземіз. Сонымен біздің пинеткеміз мінекей өз мәресіне жетті. Енді екі жағын, артын қалай тоқимыз, соған тоқталатын боламын.